Бұл оқиға мен көкеммен 7 жыл алдын болған екен. Қыс мезгілі түн уақыты орманның іші. Бір кезде көкем от жарқын көреді. Сол уақытқа бет алған көкем жақын келе, от айналасындағы адамдардың, олардың аттары, үстіндегі киімдері тура орта ғасырлы екенін байқайды. Құдды бір орта ғасырдан тап болған секілді. Бәледен аулақ деген оларды айналып өтіп, жақын маңында паналайды. Ертесіне қызық көргісі келген ол сол жерге қайтып келеді. Бірақ ешқандай із жоқ. Кешесіне қарда жаумаған, қаршайып кетті деуге де болмайды. Тура сол жолмен көкемнің танысы да жүрген екен. Бірақ ол орта ғасырлық атты адамдарды емес, совет дәуірінің адамдарын көрген екен. Көлемі 2 құшақ болатын шыршаның артына тығылған ол, байқамай өзіне назарын аудартып алады. Оған жақын келе берген кезде совет адамдары ауадағы тас ғайып болып жоқ болып кеткен екен. Келесі оқиға қара фигуралар. Бұл оқиға көкеммен 2013-2014 жылдарда болған екен. Ол сол кезде Ақтөбе қаласында 2 бөлмелі пәтерінде тұрған. Ол пәтері 5-ші қабатта орналасқан. Үйінде әйелі, өзі және баласы, және бір қызы бар. 2 бөлменің біреусінде әйелі мен қызы ұйықтаса, екіншісінде өзі мен ұлы ұйықтаған. Ары қарай көкемнің сөзінен мен сол түні кроватымды терезенің маңына қойдым. Түн ол кезде айдың жарығына толы болды. Ұйқыға кеттім. Бір кезде түн ортасында себепсізден көзімді ашып қалсам, аяқ жағымда 2 үлкен фигура тұр. 2 үлкен қара фигура, бойлары потолокқа жетер-жетпес. Үрейден айқайлап шошып оянып тұрмақшы болдым, бірақ дауысым шыққан жоқ. Денем қимылданмады. Сол сәтте мен есімнен танып қалдым. Мен бұл оқиғаны естіген кезде не үшін деп сұраған болатынмын, бірақ көкем маған олар мені гипноздап тастады деп түсіндіреді. Келесі оқиға жартылай жалаңаш адам. Бұл оқиға менің көкемнің жас кезінде болған екен. Түнгісімен де жұмыс істеген ол зауытқа қарай жайылып бет алады. Түн сағат 3-ге жетер-жетпес уақыт. Малиновка көшесіндегі мост жақтан бір фигура оған қарай асығып келеді. Назарын аударып, көмек керек шығар деген ол, шам жарықтарынан ол адамның жартылай жалаңаш екенін және де ұсқынсыз күліп тұрып жүгіріп келе жатқанын көріп сасып қалады. Қажет болса төбелесемін деп дайын тұрып. Алайда көкеме 4-5 қадам қалған кезде жаңадегі адам шетке қарай секіріп, мостқа қарай қайттан жүгіріп кетеді. Тура сол жайт 2 рет қайталанады. Көкемнің болжауы бойынша бұл сол жақтағы жындыханадағы біреудің болуы